Мен Серікқызы Ақнұр. Менің білім жолым Байкент ауылындағы номер 10 орта мектептен басталды. Алтын белгі иегері атануым тәлім берген ұстаздарымның еңбегі мен табандылық пен еңбектің алғашқы нәтижесі болды деп айта аламын. Университет қабырғасында мен тек физика мамандығын меңгеріп қана қоймай, ұстаздықтың жауапкершілігін терең түсіндім. Бұл жетістік мені Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің білім гранты ретінде студенті болуға жетеледі. Ұстаздық жолымда оның тәжірибесі менің тірегім. Алайда менің мұғалім болу арманым студенттік шақта емес, балалық шағымда қалыптасты. Себебі менің анам мұғалім. Мен анамның сабаққа дайындалуын, оқушы жұмыстарын тексеріп отырғанын, әр оқушы үшін алаңдайтынын көріп өстім. Оның еңбегі мен үшін үлгі болды. Бүгінде менің анам тек анам ғана емес, тәлімгерім. Оның қолдауы мен сенімі маған әрдайым күш береді. Бүгінде сол арман мені өзім білім алған мектебіме қайта алып келді. Қазір мен орта мектептің физика пәнінің мұғалімімін. Менің басты мақсатым кәсіби біліктілігімді арттыру, учреждениеде бола отырып, өздігінен көзқарасқан тұлға тәрбиелеу. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілік әрі зор мақтаныш. Менің педагогикалық ұстанымым физиканы жаттатпаймын, түсіндіремін, түсіндірмеймін, дәлелдетемін. Тек формула емес, ол өмірдің логикасы. Яғни сабақтарымда мен зерттеу әдісін, тәжірибелік жұмыстарды, өмірмен байланысты есептерді қолданамын. Сонымен қатар аудандық үздік қысқа мерзімді жоспар байқауына қатысып, жүлделі ичи орынға ие болдым. Мен үшін ең үлкен жетістік. Оқушыларым халық олимпиадасына қатысып, жүлделі 1 және 2 орындарға ие болды. Назарларыңызға рахмет!